Менің есімім Қазым, Аман Қосов. Осы қазақтың қол өнерімен айналысып жүрмін. Айналысып жүргеніме 30 жылдай уақыт болды. Мен ойлаймын, сол қанмен келген шығар деп. Себебі менің естуім бойынша атам ағаш ұстасы болған көрінеді. Арбаның дөңгелектерін жасап, арбаны жөндеп отырған екен. Түркменстанда тұрған, ол кезде Түркменстанның Мары ауданында бір ауданында тұрған. Совхоздың бастығы жаңағы соғысқа жібермей алып қалып, броньмен алып қалып, соны арбаларын жөндетіп, сондай өте керек болғаннан кейін сондай жұмыстар істеген екен абыз. 44 жылы сол Түркменстанда қайтыс болыпты. 60 жылдары біздің әкелеріміз осы Жамбылға көшіп келді, ол кезде Жамбыл қаласы. Оның үстіне менің әжем де өзім көзім көрді. 72 жылы қайтыс болды. Сол кезде мен 7 жастамын. Сырмақта оқып отыратын әкемнің шешесі. Сол кісілердің жұққан шығар деп ойлаймын. Құрметті Абай телеарнасының көрермендері, бүгін біз кәдесый, шығыс әуені деген кәдесейдің жасалуын көрсетеміз. Ол үшін мынандай бір ағаштың кесіндісі керек. Ол негізі жас, жаңадан кесілген ағаш болса болу керек. Құрғақ ағаштан да жасауға болады. Содан кейін жаңағы қабығын алып тастап, жаңағы өзінің процесі басталады. Формасын шығару керек бірінші. Солай мен бұрындары да осындай жасап едім. Соны қазір процестерін көрсетейін. Ондай ағаш аламыз, кесінді ағаш. Соған жаңағы бірінші қабықтарын алып тастап форма береміз. Бірінші қабықтарын алып тастаймыз, алып тастауға тырысамыз. Қабықтарын алып тастағаннан кейін жаңағы жағын шауып форма беруге тырысамыз. Қарап, осы форманың үйлесімділігін қарап, сол қай жерін кесу керек, соны андасында қарап отырып істей береміз. Жалпақ шот дейміз, шот. Бұрынғы ұсталар осындай шотты байланған, арба жасағанда, және де басқа да ертұрман жасағанда, ағаш бұйымдар жасағанда осындай көмесі шот қолданған екен. Мынау қуыс мойын шот дейді. Ішін оятын заттарға көбірек қолданылады. Арнайы осындай. Бұл ұрған сайын босап кетпейді, қайта тығыздала түсетін ғыл жасалған. Ағаштың оятын жерлерін үлкенірек көлемде шапқанда қолайлы, ауыр. Кейткерім Момышұлы деген бізде ұста бар, Таразда, сол жасап берген маған. Бұның ерекшелігі ұрған сайын тығыздала түседі, мына жері бұлқылдап босап қалмайды. Сондай бір шеберлікпен істелген зат. Осындай тәсілмен бір ағашқа форма береміз. Біз қазір күмбездің формасын беруге тырысып жатырмыз. Қазіргі заманауи құралдарды да пайдалануға болады, бұндай формаларды беру үшін. Шотпен де аяғына шейін істеуге болады. Жалпы мен қазір сіздерге заманауи тағы бір құрал бар, қазіргі заманға лайық болгарка деген. Сонымен де сәл істеп көрсетейін. Осылай форма бергеннен кейін сәл тағы тегістеу үшін мынаның басын ауыстыру керек болады бізге.
формасын шығарып қалдық шамамен. Осындай күмбездің формасы болады. Ары қарай оятын жерлерін ойып, белгілеп оюымыз керек. Бізде бұл жерде табиғаттың формасын да пайдалана білуіміз керек бұл жерде. Табиғатта ағаштар түп-түзу болмайды, сәл-сәл қисық келген жерлерінде пайдаланып жіберуімізге болады. Мүмкіндігі болатса. Ең бірінші жұмысым негізі мен живопистен қорғағанмын, дипломды жаңағы сыршырай өнері дейді ғой, бояумен жаңағы Жамбыл қаласының экология тақырыбына трипчик салдым. Сол кездерде институт қабырғасында сабақ беретін мұғалімдердің кейбіреулері домбыра жасап отыратын бос уақыттарында. Соларға жақын жүрдім де, Бексұлтан Мақсат, Әбен, Елшібеков деген жігіттер домбыра жасаумен айналысып, соны мен қастарында жүргенде қызығып, бірақ өзімді домбыра жасай алмайтындай сезінетінмін. Олар айтатын, істеп бастасаң, ары қарай сенің қолыңнан келеді, істеп кетесің деп. Мен соған сенбей, кейін институт қабырғасын бітіріп кеткеннен кейін барып қолға алдым. Сөйтіп жасап кеттім. Домбыра жасадым, қазақтың қыл-қобыздарын жасадым, ортеке жасадым, 90-шы жылдардан бастадым. 90-шы жылдардан бастау себебі біз егемендік алдықта, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде маған бір Қазақстан енді дамиды, керемет дамиды. Біз Жапониядан да басқа жетілген мемлекеттерден асып кетеміз деп ойладым, соған ат салысу керек деп. Сөйтіп қазақтың ұмытылған, ұмытылып бара жатқан қолөнерін дамыту керек деген ой болды. Сонымен мен соған ат салыстым. Сонда мен білгенім, ортеке деген аспабы ұмытылып, жер-жерден көруге мүмкіншілік болмай кеткен екен. Соны мен біраз ізденіп, Алматыға барып, ұлт аспаптар музейінен көруге тырыстым, бірақ көре алмадым. Соны 2-3 рет бардым Алматыға. Кейіннен ізденіп жүріп, соны билетіп, кәдімгідей билейтініне көзімді жеткіздім өзімнің. 90-шы жылдары егемендік алғанда ізденіп бастадымда, 96-шы жылы мен билетіп шығардым. Оның арасында бір 3 варианты болды. Бірінші варианттары дұрыс билемейтін. Екінші варианты кішкене жетілді, ол да көңілімнен шықпады да, сол үшінші варианты қазіргі мен көрсетіп жүрген ортекелерім. Сол үшінші вариант бойынша кішкене өзінің жолын таптым деп ойлаймын. Кәдімгі табиғи билеген кезде табиғи қозғалыстар жасайды. Өзім де сол қуандым, шынымен болғанына. Бұл себеп болуы, соның жасалуына. Мен сол жылдары бір газеттің бетінен оқып қалдым. Отырарда қазба жұмыстары жүрген екен. Отырар жақта ол қазба жұмыстарын зерттей келген кезде бір ағаш бұйым табылған, соны түсінбей зерттей келген кезде ортеке болып шықты деп жазылған ол жерде. Суреті де онша ештеңе басылмаған, қысқаша мақала. Сол кезде мен сол ортеке деген нәрсені сол кездерде мен түсіндім. Ол 1000 жыл бұрын болған зат екені сол неде айтылған. Сонда осыдан 1000 жыл бұрын ортеке деген аспап болған, қазақтың аспабы. Және ол қазақтың ғана емес, түркі мәдениетінің белгісі деп ойлаймын. Бұрынырақта көптеген жақсы қолөнер бұйымдары болған. Қазірге шейін соның барлығы жетті деп айта алмаймын, көбісі ұмытылып кетті. Сол ұмытылып кете жаздаған өнердің біреуі ортеке. Соны мен аз да болса қалпына келтіріп, елге көрсетіп жүргеніме қуанамын. Ал енді мына күмбез жасайтын ағашымыздың формасын шығардық, сыртқы формасын. Енді іш жағын, қай жерін оятынымызды белгілеуіміз керек. Соған мен қарындаш алып, бұлай несін түсіруім керек. Сол оятын жеріміз белгілеп аламыз да, соны. Сонымен оя береміз. Әртүрлі тәсілмен. Бұған мен көбінесе қолданатын бірінші ойып алам, мынандай аспаптар болады.
соны колдонууга болот. Болмаса бирден андай стамескамен оя берүүгө болот. Кус моюнчотту мындай эрилүү агач болатын болса, осы кус моюнчоттун чабууда болот. Осындай тәсілмен аламыз да. Өстіп шығара береміз. Ағаштың формасына қарап, өзінің сызықтарын електеп шығара беруге болады. Енді бұның астына тұғыр керек. Қазір біз бір ағаштан кесіп, астына тағы бір деталь жасаймыз. Содан кейін ішіне бір қобыз ба, домбыра ма бір нәрсе қоямыз. Сол кезде кішкене бітіңкірейді, композиция аяқтала бастайды. Жалпы осы өнерге шабыт беретін негізі ұлттық рух болу керек. Жаңағы қолөнерде көрсетем деген нәрсе біздің қазақта басқа елдерден кем емес. Біздің де өнеріміз бар деп соны көрсету мақсатында жасалған. Жаңа патриоттық сезіммен туындаған нәрсе. Өзіңіз білесіздер, 90 жылы жаңағы Совет үкіметінен бөлек шығып, жаңағы жеке мемлекет ретінде бөлек шықтық, соны дамытамыз деген ойдан. Сол ойдың жалғасы менің сурет өнерінде де, мүсін өнерінде де жалғасын тапты. Дала әуені деген тақырыпты мен мүсінде біздің түркі архитектурасына келтіріңкіреп, жаңа құстың қону арқылы бір тыныштығын, даланың жаңа құстың сайрауы арқылы даланың үні естілгендей сондай әсерді беруге тырыстым. Оған себеп болған сол домбыраның, қылқобыздың үні болу керек. Сондай жалпы кез келген туындыны мен даласыз елестете алмаймын. Сол даланың әсері шығар, сол далада өскеннің әсері шығар. Біз қазір мына күмбездің формасын шығардық. Енді осының ішіне мынандай бір ағаштан қобыз салуымыз керек, домбыра немесе қобыз. Сол қобыз салып жіберсек, шығыстың әуені деген композициямыз кішкене келе бастайды. Мынаны енді өлшеп аламыз. Осындай ағаштан қобыздың формасына келетін мөлшерден бастап. Қобыздың формасын саламыз. Қазір осыны кесіп.
Оны жаңағы одан да жылдам тәсілдермен істеуге болады. Осындай. Mana енді мына осының ішіне бекітеміз. Мынаны қазір кішкене обработка жасаймыз дағы. Содан кейін астын кесіп дайындап қойып едік алдын ала. Сол ағашқа бекітуіміз керек кішкене мына жерде. Өнер шеберлеріне бір қазақтың белгілі өнер адамдарына қызығушылық және солардың барын мақтан тұту, мақтан жету сол жақсы әсер береді деп ойлаймын. Мен мысалы Нұрғиса Тілендиевтің Аққу күйі бар ғой. Соның әсерінен болу керек. Аққу домбыра жасадым. Иіріліп қалған жаңа аққуға ұқсайтын домбыралар. Содан кейін Қыдырәлі Болманов Голливудта жаңа гран-при алған кезде менде жаңа ән деген бір туынды шықты. Бір тұяқтың үстінде домбыра тұр. Кәрі домбыра деп алдым мен ол образды. Содан кейін ол жас домбыраны көтеріп тұр. Сондай образ шықты, мына стилизованный. Ол тұяқтың мағынасы жылқының үстінде жүріп ән айтып, жаңағы күйін тартып жүрген қазақ қой. Көшпенді қазақты білдіріп тұр да, тұяқ. Символикалық, не ғой, символизм дейміз ғой. Және домбыра құрып кетпейді, қайтадан көтеріледі деген өскін ретінде жоғары қарай өсіп баратқан, әлде де болашағы бар деген мағынаны білдіреді. Себебі сол Қыдырәлінің Америка құрлығында қазақтың домбырасын көрсеткенінің өзі бізге бір қуаныш. Ол көрсетіп қана қойған жоқ, жаңағы негізгі бірінші гран-приді алды ғой. Сол кезде бір мақтаныш сезім ойнайды екен, сондай шабытпен туындады. Сонда бір-біріне өнер адамдар әсер етеді деп ойлаймын. Енді мынаны сәл тегістеп біркелкі қылып шығуымыз керек, сәл қырлы болып қалған жерлерін. Сонымен жаңағы сәл қыры шығып тұрған жерлерді тегістеп жібереміз. Бұл енді кішкене тегістік жаңағы не береді да, аяқталып, жылтырап тұрады, тегістеле бастайды. Аяқталу жағына жақын істелетін процесс. Ағаш қатты болған сайын жаңағы жақсы болатына тегістеген теп-тегіс болып. Ағаш бос болса жаңағы жаңқалары қаттырақ шығып тұрады. Өстіп барлық жердің мүмкіндігі бойынша тегістеп шығуымыз керек. Енді мынаны өлшеп көреміз, мына жерлерге. Осылай бекітуіміз керек болады. Сонда мына көрініс жаңағы шығыс архитектурасы мен музыкалық аспабы көрінеді дағы шығыс әуені елестей бастайды. Астыңғы тұғырын, астыңғы тұғыры осылай келеді. Шамамен осылай болу керек. Осыларды біріктіруді ойлаймыз, қазір кішкене тегістеп барып біріктіруді айналысамыз біріктірумен. Так. Осылай жаймен аяқтай береміз.
бул жерде кәдесый сатуу үчүн енді жасауға тура келет кейде. Бірақ та негізгі мақсат сатуу емес, композиция. Адамның ішкі ойы, туынды деп айтамыз ғой, сол композицияны шығарсам екен деп, соны бір ұтымды шығарсам екен деп, соған адам ізденіп, сол шыққан кезде қуанасың. Сондай бір жағдайлары бар. Мысалы менде ғасырлар үні деген жұмыс болды. Қылқобыз сүйеніп тұр саусақтарға, тырнақтарға. Жаңағы ағаштың астындағы қылқобыздың да бетінде бір жарылған ағаштың өзі табиғи жарықтары болады. Соның өзін мен жаңағы қалдырдым да, ол тарихи жаңағы ақтаңдақ дейміз ба, сондай тарихта оңай болған жоқ қой, көп нәрсе, соғыс жиі болып тұрған. Соның бәрін белгісі ретінде жаңағы жарықшақтарды қалдырып, оны темірмен біріктіріп тігіп қоюға тырысқан сияқты жаңағы ажырап кетпесін. Сондай әсерді беруге тырыстым. Ғасырлар үні деп аталады. И ода көрсеткім келгені қылқобыздың тырнақпен басылатын музыкалық аспаптардың ішінде бірден бір аспап екен. Тырнақтың сыртымен басылатын қылқобыз деген аттың қолынан жасалады, шектері. Сол маған қызық көрінді де, соны шығардым. Бұл жерде сатуға арнап жасаған жоқпын, бұлай сол көрсетуге тырысып жасадым нәрсе болды. Сонда бұны сыйлыққа емес, шығармашылық жұмыс деп айтсақ болады. Енді келесі этап әр детальдарды бір-біріне қосу. Сол үшін мен мынадай дайындадым. Мына жерден 3 тесік тестімде әрқайсысына желім жағу арқылы қатты. Қазір мына жерде пыба деген желім бар. Содан пайдаланамыз. Сонда сәл болғанмен қоямыз. Енді мынадан да сондай 3 тесік дайындағанбыз. Соған келу керек мынау. Оны бұлайынан тұрады, сол кезде қазір оғанда желім жағып жібереміз. Келесі процесс мына несін бекітеміз, қобыздың мүшірге. Олған майда бұрғы арқылы майда ағаштар дайындаймыз қазір. Жіңішке сверло арқылы бір кішігірім ағаштар салып жіберу керек болып тұр. Тесіп аламыз, содан кейін барып осындай не салып, мынандай лейлейміз. Мынау ар жағына кіреді. Сол арқылы бекітеміз. Бекітеміз. Бұның бірнеше әдістері көп бекіту. Соны көрсетіру ғой. Желімнің қатқанын күтеміз. Кейін қатқаннан кейін оны тағы да кішкене текстеп жүріп бекітіп тастаймыз. Осылай болып шығады сонда. Мен мысалы қылқобызды домбыраны істемей кеткеніме 10 жылдан асып барады жатыр. Мен басқа да тірліктермен айналысып кеттім де. Олар қызығып бастап жүр. Қазір Серік Бейсенов жақсы, қылқобыздар өте дауысы жақсы шығады. Домбыраларында дауысы жақсы шығады. Шеберлігі де өте жақсы. Сол бағытта кете берсе, одан да жақсы жетістікке жетеді деп ойлаймын. Қазірдің өзінде асып кетті деп ойлаймын.
агачка арналган бояуларды колдонууга тырышуу керек. Терге арналган бояуду да жакшы болот агачка кийди. Анан энди осы неден кийин жаңағы жакшылап кургатып, жаңағы тустап алгандан кийин жаңағы бояу процесси башталат. Бүгүнкү мына Чыгыс әуені деген композициямыз дайын болды. Астыңғы, үстіңгі және ортаңғы бөліктер 3 бөліктен тұрады. Кылголбуз, шығыс архитектурасы және төменгі жағы жердің белгісі сияқты. Енді осы сияқты адамның жаңа ойына келген нәрсені ағаштан да шығаруға болады екен. Сондықтан жастарға айтарым, осы қолөнерді жалғастыруға тырысыңыздар. Ата бабамыздан келе жатқан қолөнер жалғасын таба берсін.